Талдықорғанда мемлекеттік қызметшілер мен мүмкіндігі шектеулі спортшылар арасында облыстық спартакиада өтті. Ерекше форматтағы жарыс тең мүмкіндіктерді насихаттап, қоғамдағы инклюзияны дамытуға бағытталды. Толығырақ әріптесім Гаухар Серікқызы жалғастырсын. Ауқымды додаға 100-ден аса спортшыдан құралған 3 команда қатысты. Қатысушылар спорттың 4 түрінен сынға түсті. Атап айтқанда үстел теннисі, боча, футзал және пара волейбол бойынша өзара мықтыны анықтады. Ұйымдастырушылардың айтуынша жарыстың басты мақсаты жеңімпазды анықтау ғана емес, қоғамдағы кедергілерді азайтып, адамдар арасындағы өзара түсіністік пен қолдауды арттыру. Сонымен қатар мемлекеттік қызметшілер арасында салауатты өмір салтын насихаттау көзделген. В этом проекте мы ясно показываем. Бұл жобада біз инклюзияның қандай болу керектігін нақты көрсетіп отырмыз. Қазақстанда осы жобаны алғаш болып жүзеге асырғанымызды мақтан тұтамын. Қазіргі таңда бұл бастама бізде пилоттық жоба ретінде өтуде. Мұнда мемлекеттік қызметшілер паралимпиада спортшыларымен бірге жарысқа түсіп жатыр. Жарыстың ерекшелігі түрлі сала өкілдерінің бір командада өнер көрсетіп, спорт арқылы бірлік пен татулықтың үлгісін танытуында. Қатысушылар жоғары белсенділік танытып, командалық рухтың мықты екенін көрсетті. Пара спортшыларға да, мемлекеттік қызметкерлерге де бұл өте жақсы жарыс, бәрі жақсы өтуде. Алдағы жағдайларда, алдағы уақыттарда тағы да осындай жарыстар көп өтсе деп тілейміз өзіміз. Бұл бастамамыз біздің Қазақстан бойынша Талдықорған қаласының ең бірінші өзінің бастамасын алды. Әлі де республика деңгейде, Қазақстанымыздың деңгейінде бұндай жарыстар әлі де талай болады. Алдыда тағы да жоспарларымыз бар. Осындай жарысымызды республика деңгейде өткізсек деп отырмыз. Мамандардың сөзінше, мұндай бастамалар өңірде бұқаралық спортты дамытуға және ерекше жандардың қоғамдық өмірге белсенді араласуына серпін береді. Ал спартакиада қорытындысы бойынша жеңімпаздар арнайы марапатталып, үздік командалар анықталды. Гаухар Серікқызы, Надир Хамзин, Жетісу телеарнасы.